Жай кедей болсын, бай болсын. Сұраушыны зекіме депті. Ал сұраушыға келетін болсақ, оны зекіме. Негізі сөзбе-сөз аудармасы сондай. Тағы да әмма келді. Сәилә, сіз ойларыңызша неге қыздар фатхамен келіп тұр? Мына жерде қараңыздар. Не дедік? Әл-ятиманың міндеті не дедік? Сөйлемде. Ла тақхар әл-ятима десек, ятима кімді демейміз ба? Кімді деген сұраққа жауап беретін мүшеміз? Мәфғулун бихи. Просто мәфғул бихиді алдыға шығарып жібереді. Харакат өзгермейді. Мәфғул күйінде алдыға шықса да тұра береді. Бұл түсінікті ме? Мына әмма деген шарт қосымшасы келсе де оған әсер етпейді. Ол етістік емес қой, әсер ететіндей. Тікелей етістікке де әсер етпейді. Негізі тек қана шарт мағынасын, осындай мағынаны мынаған келетін болса, то ол мынандай. Что касается того, то деп келеді да орысшада. Что касается то деген қосымша. Екеуі, бұл екеуі. Бұл түсінікті ме қыздар? Дәл осы тәртіппен қарайтын болсақ, мына аятта әс-сәиляның міндетіне осындасыздар ма? Не бұның қызметі? Кімді деген сұраққа жауап берсе, жаңағыдай ғой тура. Негізі фәлә тәнһәр әс-сәилә. Яғни сұраушыны зекіме деген сөйлем бұл, қараңыздар. Фәлә тәнһәр әс-сәилә. Содан кейін не өзгерді? Сәилді алдыға шығарып жіберді. Жаңағыдай тәртіппен, тура жаңағыдай тәртіппен алдыға шығарып жіберіп тұр. Фәлә тәнһәр. Фәнің келу себебі әммаға байланысты дейді. Что касается то деген. Сұраушыны, что касается просящего, то не упрекай деген мақсатта ғой. Сондықтан алдыға шығып кетсе де, ол мәфғул бихи болудан шықпайды. Сәәлә бұрында өткен сөзіміз негізі. Сәәлә деген етістіктің, сәил деген ісім фәғілі. Яғни негізгі есімше сұраушыны. Сұраушыны зекіме. Яғни біреу бізден бір нәрсе сұрайтын болса, бұл біздер үшін де үйретіліп жатқан әдеп, яғни зекіме. Бірақ зекі дегенде жай айқайлап жіберу емес, ол біраз кішкене қорлап жаңағыдай зеку. Түсінікті ме? Сондықтан тәпсірінде қорлау мағынасында тәжжүр етістігін берген екен. Сұраушыны ұрыспа, оған зекіме, айқайлама деген мақсатта. Көріп тұрсаңыздар, міне етістік келді, соңы сукун, алайда келесі сөз әлмен басталғанда кесрамен оқып жібереміз. И мына сөзіміздің соңы фатха. Неге? Тәпсірінде де неге фатхамен келіп тұр? Өйткені қызметі кімді деген сұраққа жауап берсе, мәфғулун бихи. Мәфғулун бихи. Оның анықтауышы да дәл сондай әл-артикмен келіп, соңы фатхамен аяқталады. Келесі ең соңғы аятымыз. Нәстәғизу билlah. Ва амма биниъмати раббик фахаддис. Тағы да биниъматты алдыға шығарып жерген. Хаддис биниъмати раббик. Негізінде қыздар, хаддис пайғамбарымызға айтылып тұр. Бұйрық райда келді. Фәғілі ішінде дейміз әдетте. Хаддис. Айт. Немес, айт дегенде нені деген кезде негізі біз неғаматта деп тікелей толықтаушы ретінде қолдана беруімізге болады ма? Неғаматта раббик, раббыңның нерметін айт. Алайда хаддис деген етістікті харфу жермен де қолдануға болады. Би деген мағынаны күшейтетін. Би болғандықтан неғмати деп соңы кәсіра болды. Раббика мудаф илейхи. Рабби мудаф илейхи, кәда мудаф илейхи. Раббыңның нығметі туралы айт. Ал аяттан естеген бинеғмәтіді алдыға шығарып жерген. Демек, мағына күшейтіліп тұр. Раббик деді де хаддис артынан келді.
Ең соңында аяттың ең соңғы формасы не? Басына әмма плюс бинеғмәти раббик. Содан кейін фә плюс хаддис. Ал Раббыңның нығметіне келетін болсақ, ол туралы айт. Нығметі туралы айт деген сөз уәшкүр. Шүкір ет. Неге шүкір ет? Біз қазақшада неге дейміз, ал арабшада ол мәфғул бихимен келеді. Неғамаллахи. Нығметіне шүкір ет. Кімнің үстіндегі нығметіне? Алайка. Сенің үстіне жаудырған Аллахтың нығметіне шүкір ет. وتحدث بها. Мына жерде де бимен беріп тұр. Біз мысалы жаңа хаддаса дегенді көрдік, е? Хаддаса. Ал мынау же басқа бапта келген. Бұл 5-ші бапта. Осы түбірден хаддаса десек те, ол да әңгімеле дегенді. Хаддаса негізінде синоним ретінде бұл жерде қолданып тұр. Аллахтың саған берген нығметтеріне шүкір ет, және олар туралы айт. İğrabına qarayатын болсақ тағы да жығағындай уауымыз атифа, әммәміз харфу шар, ва тafsil ажыратып көрсететін. Би ни'ма дегенде биміз харфу жар артына келген исм мәжрурге біз жар ва мәжрур мутағалиқани хадиспен байланысты, артында келген хадиспен байланысты. Раббика мудаф илейх мәжрур, мудаф илейх деді біз келі түйсібекпен бояп жүрміз. Кәфіміз не қыздар? Есімге қосылған кәфіміз. Ол да мудаф илейх. Өйткені бізде тәуелдік жалғауы арабшада ол изафет. Изафет деп айту себебі негізі Раббин нәби ғой ол. Раббин нәбиі. Сонда нәби сөзінің орнына сенің деп қолданып тұрмыз. Сондықтан Рабби плюс кәбір. Түсінікті ме қыздар? Рабби плюс кәбір. Хадис фәміз жағаға рабита ли жауаби әмманың жауабын қосатын фә. Хадис фәғлі әмір болғандықтан мәбни аля сукун сукун аяқталады үнемі. Вәл фәғіл жасырын мұстатир тақдируху бағалануы әнта сен әңгімені. Вә жүмлет бұл сөйлеміміз жауабы шарт ғайру жазым етілмеген, өйткені әмма жазым ететін қосымша емес. Ла махалла лаха минал i'раб. Бұл сөйлеміміз алдындағы әммәлиятим деген сөйлемге алғашқы әммаға атф етіліп тұр. Сонда соңғы үш аят бір-біріне ұқсас түрде келген ғой, қараңыздар. Мына жер бір-біріне атф етіліп келді қыздар. И мына жер үш аят бір-біріне атф етіліп келді, и бірдей формада келді, қарасаңыздар, ұқсас формада. Үшінші сөйлемнің мына 1 мен 2-ге ұқсамауы мұнда мәфул бихилер. Мына жерде харфу жар мен исм мәжрүр. Яғни нығметіне келетін болсақ, оны айт. Негізі бұны да біз табыс септігінде айтуымызға болатын еді, алайда хадисте харфу жар бимен де қолданамыз. Сондықтан бисімен мағына күйтіле отырып келген. Бір қайталап өтейік, кішкене аз ғана уақыт қалды. Нәстәғадилла уаддуха уа ант. Духа уақытына ант, уәлләйлі түнге ант. Қай кезде? Ида сәжа, басылған, тымтырыш жағдайға келген сәтте. Ма уаддa'ака раббука ва ма қала. Раббың сені тастамады да, және де саған кейімеді, жек көрмеді. Вәләл ахирату, расында әрине ахирет қайрун, қайырлырақ сен үшін минәл ула. Уланың мағынасы не еді? Ахирет. Ула бірінші дегенді білдіреді, бірақ ол дүниеден жақсы. Уәлә сауфа юътика раббука, саған Раббың береді де татарда сен разы боласың. Енді мына үш аят. Әләм яжидка ятиман фаәуа. Сені жетім күйде тауып, саған пана бермедім. Мына әләм яжид өзі жаңа сөйлемді бастатып тұр. Әуаны яжидке атып кетті. Уа ваджадака дегенде мына ваджадамен бар. Мына ваджаданы қай жерге атып кеткен еді? Әләм яжид. Сондықтан аудармаларда бүйтпеді ме деп болымсыз түрде аударылды. Фәлар етістікке қосылған қызметтері не дедік?
Maf'ulun bihi. Mef'ulün bihi. Seni dep kelgendikten. Mına yetimen, dallen, ailen nege mensup bolup keldi tavsiye septiginde? Maf'ulun bihi bolgandыктан ba? Ya ikinci mef'ul dep aytууга bolot dedik. Nemesi kүйdü bildirip tur. Hal. Hallerimizde mef'ul bihi Ha, ya. siyaqı mensup. Endi mına yetiştikleri bolатын bolsa, aldındağı tikili yetiştiklerge hadani aldındağı vajadaga atıp etipdi. Ağnani aldındağı vajadaga atıp etipdi. Negizi mına jerge negizi atıp etipdi bäri. Alayda magnalyk jagынан aldındagıdan birden soğan baylansa sonun artынан isке askan hareket bolgandыктан mına jerge atıp etipdi. Ağnada mına jerge. Hada ne magnaga kelетін edi? Тура жол ма? Тура жолға салды Тура деген жол. етістік. Ал аудармада не деп аударып тұрмыз? Салмады ма? Ома қайдан келді? Мағынау басында әлям деген Басындағы мынау соған. әлемден келіп тұр. Сені кедей көріп байытпады ма дегенде деген мынау памыз сол жақтан келіп. Сондықтан сол жаққа атып кетті деп айтуымыз жаңа соған байланысты. Сені кедей көріп сені байытпады ма, әлідінің не екендігін білмейтін күйде тауып саған тура жолды көрсетпеді ма, жетім күйде тауып саған пана нәсіп етпеді ма? Әммәл етима, олай болса, ендеше жетімге келетін болсақ, оны қорлама. Сұраушыға келетін болсақ, оны зекіме. Ал Раббыңның нығметіне келетін болсақ, ол туралы айт. Түсінікті ме, қыздар? Formalары birдей келді. Әлі ятима неге фатхамен келді дедік? Маф'улун бихи болғандықтан. Әс-саилә дә мәф'ул бихи. Ненің мәф'ул бихилері бұлар? Кейінгі Артынан келген етістіктердің мәф'ул бихисі ретінде келіпті. Мына жерде мәф'ул жоқ, өйткені би бар. Сондықтан кәсра мудаф, рабби мудаф илейх. Оның алдында да әл артиклі жоқ, өйткені кә қосылды. Сонда бұнда үш сөзден құралған. Фәхәддис. Мына жердегі фәллар не үшін келген екен, қыздар? Фа деген басындағы әмма деген. Иә, әмма үшін келіп тұр, иә? Әммалардың жауабына. Әмманы ирабта шарт және де тафсил әрпі деп айтады, тафсил ажыратып. Негізі, ударение жасауға былай қараған кезде. Осындай түрде келген екен. Келесі аятқа жайлап кірсе берейік сүреге, бірақ ол 21 аяттан тұрады, қыздар. Оның документін дайындадым, тек тәпсірді ғана қоспадым. Ләйл сүресі, түн сүресі. Енді не екен, кәдімгі көп сөз келгендіктен сарф таблицалары көп уақытында алды. Бірақ ең болмаса иғраптарын қосып үлгердім. Нәстәғиду биллах деп бастайық. Бірақ бұны басынан қайтадан бастап өтеміз. Сондықтан қыздар, ертең менің қолым бос емес. Сондықтан Құдай қаласа апта ішінде мүмкін сенбіден не